Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі шығарылымда табиғаттың адам баласына сыйлаған сыйы табиғи өнім киви жайлы айтатын боламыз. Кивидің 100 граммында 47 калория, 0,8 грамм белок, 0,4 грамм май, 8,1 грамм көмірсу, 3,8 грамм диеталық талшық, 84 грамм су. Осы себептен бұл өнім жоғары бағаланады. Жаңа піскен кивидің құрамында С және Е дәрумендер сияқты күшті антиоксиданттар бар. Ол қартаю процесін баяулатады, терінің күйін жақсартады, тыныс алу жүйесін, ас қорытуды және жүрек тамыр жүйесін қалыпқа келтіреді, көз ауруларының алдын алады, көруді жақсартады. С дәрумені иммундық жүйені, жүрек қан тамыр жүйесін, сонымен қатар мидың дұрыс жұмыс істеуі үшін маңызды. Сау тістер мен көру мүшелерін сақтайды, сүйектерді нығайтады және қалыпқа келтіреді, ұйқыны жақсартады, онымен күреседі, қатерлі ісік және саңырауққа қарсы және бактерияға қарсы қасиеттері бар. Кивиде белоктардың ыдырауына ықпал ететін және ағзаның тағамды дұрыс қорытуына көмектесетін актинин ферменті бар. Ал диеталық талшықтың жеткілікті жоғары мөлшеріне байланысты киви асқазан ішек жолдарының денсаулығына ықпал етеді, ішек жұмысын жақсартады. Ал ас қорыту жүйесінің кейбір ауруларына, мысалы тітіркенген ішек синдромы, тоқ ішек қатерлі ісігі секілді ауруларының алдын алады, салмақ жоғалтудың алдын алады. Құрметті көрермен, арнамызда 96% адам тіркелмей көреді екен. Қазақ тілді пайдалы арнаны қолдап, осы айдың соңына дейін 1000 подписчикке жеткізейік. К дәруменінің арқасында негізгі қызметі қанның ұюын реттейді. Сонымен қатар дәрумен тамақтан кальцийді сіңіруге қатысады. Бұл саусектердің қалыптасуына және сақталуына ықпал етеді. Кремний сүйек қаттылығы, буындардың қозғалғыштығы және жақсы тері, шаш және тырнақтар үшін өте қажет. Кивиде актинидин ферменті бар. Ол ақуыздардың ыдырауына ықпал етеді, тағамның қорытылуын жеңілдетеді. Актинидиннен басқа қышқылдар ас қорытуға көмектеседі. Бұл әсіресе асқазанда тұз қышқылының жеткіліксіз өндірілуімен маңызды. Қытай медицинасында киви ас қорытуды жақсарту үшін, сондай-ақ бүйрек тастарының пайда болу ықтималдылығын азайту үшін арнайы қолданылады. Сондай-ақ кивиде пайдаланған кезде қанның сұйылғандығы байқалады. Бұл тромбоз қаупін төмендетеді. Бұл жемістердің құрамындағы калий қан қысымын төмендетеді, гипертонияны бақылауға көмектеседі. Әйелдер үшін маңызды бұл киви құрамындағы фолий қышқылы түсік пен басқа да мәселелерді алдын алуға көмектеседі. Диетаға кивиді қосу арқылы әйелдер анемиядан аулақ бола алады. Бұл маңызды. Гемоглобиннің жетіспеушілігі оттегі ашуына әкелуі мүмкін. Бұл нәрестенің дамуындағы бұзылушылықтар қаупін арттырады. Құрамында жүректің, ана мен баланың жүйке жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті калий бар. Іш қату ықтималдылығын азайтады. Нәрестенің қалыпты құрсақшылық дамуы үшін дәрумендер көзі ретінде қызмет етеді. Тіндерге оттегінің жеткізілуін жақсартады. Ол гемоглобинді өндіруге қатысатын және баланың қалыпты дамуы үшін қажетті темірді сіңіруге көмектеседі. Әйтпесе, ұрық бірте-бірте ананың денесінен қызыл қан тасушыларын алады және жүкті әйелде анемия пайда болады. Инфекциядан қорғайды, плацентаның дамуын қолдайды, балада сүйек және тіс тіндерінің қалыптасуына ықпал етеді. Кивидің бөлігі болып табылатын йод нәрестенің туа бітетін патологиясын болдырмайды, өйткені қалқанша безі жалпы дененің қалыптасуына әсер ететін гормондар шығарады. Сонымен қатар экзотикалық жемісте жүйке түтігінің, көздің және сүйек кемерінің дұрыс дамуына жауап беретін минералдар мен дәрумендер бар. Киви әйелдің ұрпақты болу органдарына, жасушалық мембраналардың тұтастығын сақтауға және жүктілікті сақтауға қажет. Кивидің ерлерге пайдасы. Бұл жидек табиғи афродизиак болып саналады. Кивиді қолдану либидоның жоғарылауына, жыныстық құмарлықты арттыруға көмектеседі, эрекцияға оң әсер етеді, қан тамырларына пайдалы. Ал мырыш сперматогенез процесін жақсартуға көмектеседі. Бұл бала туғызғысы келетін ер адамдар үшін маңызды. Піскен кивиді тоңазытқыштың көкөніс бөлігінде 2 апта сақтай аласыз. Бөлме температурасында 5 күн сақтауға болады. Егер жеміс жұмсақ болса, оны 1-2 күннің ішінде жеу керек. Киви жемісін оттегінің енуіне мүмкіндік беру үшін ашық ыдыстарда сақтаған дұрыс. Бұл жеміс бөтен иістерді оңай сіңіретін есте ұстаған жөн. Сондықтан киви жемісін иісі күшті тағамдардың жанында ұстамаңыз. Киви салыстырмалы түрде төмен гликемиялық индексі бар жидек болып табылады. Кивиді десерт ретінде жеуді ұсынамын. Мысалы, таңғы және түскі астан кейін 10-15 минуттан соң. Күніне 2 бөліктен артық емес. Көп мөлшерде жеу кері әсерін береді. Кивидің зиянды тұстары. Бұл кейбір адамдар, соның ішінде балалар мен жүкті әйелдер үшін өте күшті аллерген. Кивиді нәрестелерге бермеген дұрыс. Оны бала тағамына бірте-бірте және үлкен жаста қосуға болады. Сондай-ақ кивиде дерматит тудыратын және тіс эмалін зақымдайтын көптеген қышқылдар бар. Сонымен қатар ауыз қуысының шырышты қабығын бөртпе қызару және тіркенуі әкелуі мүмкін. Жемісті жегеннен кейін ауызды шумен шаю арқылы олардың әсерін азайтуға болады.
аллергиялық реакция тудыруы мүмкін, бірақ көбінесе бұл кивиді тамадансыз мөлшерде тұтынғандарға қатысты. Киви жемісін шамадансыз жеу анафилактикалық шокқа, ісінуге, демікпеге әкелуі мүмкін. Егер сіз кивиді күн сайын жесеңіз, шамадансыз мөлшерде қолдансаңыз, дерматиттің ықтималдылығы жоғары. Ұйқы безінің жұмысында бұзылулар болуы мүмкін. Артық қолдану жүрек айнуын, құсуды, диареяны, сондай-ақ ауыр тыныс алуды және естен тануды тудыруы мүмкін. Құрметті көрермен, шығарылым пайдалары қызықты болса, арнаға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Видео ұнаса, лайк басыңыз. Сіздер үшін қарапайымыз, біз үшін үлкен мотивация. Сондықтан пайдалы ақпараттарды шетелдік арнадан емес, өзіміздің қазақ тілді арнадан тамашалаңыз. Сонда ғана қазақ тілді қоғам дамиды. Келесі шығарылымда кездескенше аман сау болыңыздар.